мысалы балға деше әні күйеуің 85-те шалға деше деп, ол да бұрмаланған дүние. Өйткені әйел теңсіздігі деген тақырып бар. Қазақтың әйелдері теңіне тиген жоқ. Осындай 80-дегі шалға қосақтап жібер деген сияқты, малға сатып жібер деген сияқты. Біз қазақ халқы сондай болғамыз деп насихаттың бір түрі ғой. Әйтпесе балға деше өзінің теңіне барған, Жалымқан деген азаматқа тұрмысқа шыққан, өбірлі шөбірлі. Ол балға дишаның ұрпақтары осы біздің Шабытта да, университетте де біреу қызмет жасайды. Сондықтан ол осы Ақмоланың түбінде болған жағдай. Ақан сері бір тойға келген, ол уақытта серіні халық төбесіне көтеріп қарсы алады. Ана ақан отырған жерде жаяғы жастар отыру керек екен. Тек өнерпаздар, көрікті жастар гүлі болу керек екен. Ақанның маңайына жарасатындай сондай деп балға дишаны қолқалап алып келген екен. балға диша сұлу, жас, өнерпаз адам болса. Содан енді біраз уақыттан кейін жаңағы жеңгелер кеп, қалқам уақыт болып қалды. Қалқам шешей шақырып жатыр. Андаймын деп жеңгелер қайта-қайта енді қызылға қырық үйден тыю дейді ғой. Ақан серіде жақсы әңгімелер айтады, жақсы әндер айтады. Осының бәрі елтейді ғой адамды, арбайды ғой бұл серілік деген. Содан барып Ақан сері айтқан, бір емес екі жеңген келіп отыр, рұқсат бізден сізге барға дише деп рұқсатын беріп айтқан өлең ғой. Қимастық сезіммен аман сауласып қоштасып. Әйтпесе бұлардың арасында ондай махаббат, ондай не болған жоқ.